Қайырлы күн достар. Біз бүгін небәрі 15 минутта дайындалатын американдық шоколадты печенье жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жұмсақ сары майға қантты салып, барлығын біркелкі етіп миксермен араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне бір жұмыртқаны жарып, миксермен біркелкі етіп біріктіреміз. Бөлек ыдыста құрғақ ингредиенттерді атап айтқанда какао, ұн, крахмал және соданы араластырып аламыз. Ендігі кезекте осы құрғақ массамызды жұмыртқалы массаға еліктен өткізіп саламыз. Мен осының барлығын миксермен біріктірдім. Нәтижесінде бізде қолға кішкене жапсатын осындай шоколадты қамыр дайын болуы қажет. Пергамент қағазы төселген противеннің үстіне бір шай қасық қамырымызды алып, одан дөңгелетіп печенье жасаймыз. Қамырдың әр бөлігін қолымызбен шар тәріздес етіп дөңгелетеміз. Қамырымыздың арасын бір-бірінен алшақ етіп қойған жөн, себебі оларды пешке салғанда бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Осы печеньені тоңазытқышқа, яғни холодильникке 30 минут көлемінде сала тұрамыз. Содан кейін бірден шығарып пешке 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Қамырдың осы көлемінен менде 14 орташа печенье дайын болды. Оның барлығы қысқа уақыттың ішінде дайындалады, бірақ дәмі өте дәмді. Міндетті түрде дайындап, отбасыңызды қуантыңыз. Видеоны аяғына дейін көргеніңіз үшін рахмет.